Ассалаумағалейкум ағайын. Сіздерді Батыс Қазақстан облысының мәдени жаңалықтарымен таныстыратын мен Олжас Сейтимов. Елдегі қазіргі карантин кезінде ешқайда шалмасаңыз да, өзіңізді мәдени тұрғыдан байытуға толық мүмкіндігіңіз бар. Батыс Қазақстан Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармониясы төтенше жағдай кезінде де өнер сүйер ағайынмен бірге екенін көрсетуде. Ал филармонияның Дәулеткерей атындағы Қазақ халық аспаптар оркестрі, Орал сазы фольклорлық ансамблі халқымыздың күйлерін онлайн режимінде халыққа ұсынуда. Бүгін мен Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармониясының директоры Асхат Тарасұлы Қажғалиевпен сұхбатқа шығамын. Асхат Тарасұлы, ассалаумағалейкум. Сұхбатқа уақыт бөлгеніңіз үшін көп-көп рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Рахмет, Олжас. Көңіл күйім өте жақсы. Карантин кезінде менің білуімше, облыстық филармонияда атқарылып жатқан істер көп секілді. Карантин кезінде біздің мәдениет басқармасына қарасты Ғарифолла Құрманғалиев атындағы осы филармониямыздың онлайн жұмыстары, бұған дейін де жұмыстар жасалып келді. Осы әр ұжымның өзінің Instagram, Facebook парақшалары болды, өздері жарнамалап келген болатын. Міне карантин кезінде одан да күрделене түсті. Одан кейін біздер осы филармониямызда Оралдан әуен лайф атты жобамыз басталған болатын. Ол қазіргі таңда мінекей өте жақсы халықтың көңілінен шығып, сұранысқа ие болатындай үлкен жоба ретінде жүріп келе жатыр. Осы ерекше өтіп жатқан Оралдан әуен лайф жобасы туралы толығырақ айтып берсеңіз. Әрине, мына Оралдан әуен лайф жобамыздың бір ерекшелігі, бұрын соңды біздің артистеріміз көрерменнің қошеметіне бөленген болса, сахнада тұрып, қазір мінекей экранның арғы жағында тұрып, көрерменнің тілдесуі, көрермендердің қошеметі қалай екенін өздері әрине сұрап жатады. Оны біздер мына қазіргі таңда онлайн концертімізде бейне жазба арқылы, одан кейін телефоннан біздің комментария, пікірлері, көрермендердің пікірлерінен біліп жатамыз. Одан кейін мына қаралымнан көріп жатамыз. Бір сағаттың көлемінде 3000-4000 қаралым болып жатады. Одан кейін тағы бір ерекшелігі, әншілеріміздің әнін караоке ретінде шығарамыз. Және ол караокедің үлкен бір насихатталатыны, мына автордың, композитордың есімдері ол жерде көрсетіліп тұрады. Асхат Тарасұлы, сізге көп-көп рахмет. Филармония әртістеріне шығармашылық табыс тілейміз. Рахмет, Олжас. Сіздерге де көп-көп рахмет. Сұхбат сұрағандарыңызға мыңда бір алғыс.